Бүгін күйеуімнің бір күн демалысында кедергі болмай үйді жинай берейін дедім. Жан жағындағы төсектерді жинап тастап, өзін оятып диванға жатуын сұрадым. Ал сіздердің жолдастарыңыздың демалыстары қалай өтеді? Бұл төсек жинамай тұрып, күйеуімді диванға жатқызғаным дұрыс болмады. Амал жоқ, тағы да оятуға тура келеді. Көзі енді ілініп қор ете қалғаны сол еді. Жан төсекті жинауым керек еді деп қайтадан тұрғыздым. Өзі шаршау болғаннан кейін сөйлеуге де мұршасы жоқ, үндемей тұра салды. Үйді қызу жинауға енді кірісіп жатқан едім. Кіші балам жылай бастады. Жоқтығынан тағы да күйеуімді оятып, аяғына салып жатуын сұрадым. Не істейміз, енді басқа қарайтын адам жоқ. Енді точно ұйықтай бер деп кетіп едім. Қыздарым жан жағынан апыр топыр ойыншықтарымен ойнап, ұрып, ақыры қыздары мазалап жатыр ғой деп, мен де пылесосымды қосып жібердім да, үстіне дейін пылесостап тастадым. Күйеуімнің де шыдамы таусылдау деймін, атып тұрды да, давайте киініңдер деді. Мен непонятка, қайда барамыз десем үндемейді. Мыналардың сірә іштері піскен-ау деймін деп, бізді қыдыртуға апара жатыр ма деп ойладым. Өзінен сұрасам айтпайды, сюрприз деп. Сөйтсем бізді 4 күнге әкеп тастады. Заттарымды тастаған, вообще звондама, өзім алып кетем деп есікті тарс жауып кетіп қалды.